Донор болу әрбір азаматтың қоғам алдындағы азаматтық парызы. Бұл бастаманың адам денсаулығы мен науқастардың өміріне қосар үлесі зор. Қазақстанда жыл сайын 400-ден астам қан құю процедурасы жасалса, Қызылорда облысы қан орталығына жыл сайын 13-ден астам адам келеді. Бірақ олардың тек 11 мыңы ғана медициналық талаптарға сай деп танылады. Облыстық қан орталығы облысымыздағы 17 емдеу алдын алу мекемелерін қан өнімдерімен қамтамасыз етіледі. Тұрақты түрде уақытлы және сапалы қан өнімдерімен. Бұл қан өнімдерімен қамтамасыз ету үшін біздің донорларымыздың еңбегі өте зор. Бүгінгі таңда мына жаңа ғимаратта донорларға оларды тексеріп, оларды қан алатын жерлерде, олардың демалып отырып, өте жақсы жағдайлар жасалған. Екіншіден біздің мына құрал жабдықтарымыз бар, қызметкерлеріміздің де жұмыс жасауына, қан өнімдерін дайындаудағы әрі қарай сапалы дайындалуына өз әсерін етіп отыр. Сондықтан да мына жаңа ғимаратқа көрсеткелі қызмет жасап жатқанымызға донорларға өте рахметтерін, алғыстарын айтып жатыр. Қызметкерлеріміз алдымыздан да мына облыс әкімшілігіне, денсаулық сақтау министрлігіне алғысымыз шексіз. Егде жастағы донорларым жеткілікті. Осыдан 2 жыл бұрын Шиелі ауданынан 95 жастағы атамыз келіп қан тапсырып, осы жердегі ниетін білдірді. Шара барысында қала тұрғындары мен мемлекеттік мекеме қызметкерлері белсенділік танытты. Солардың бірі Мейрамбек Досменбетов, облыстық төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағы басшысының орынбасары. Ол бірнеше жылдан бері қан тапсырып келеді. Халықаралық донорлар күніне орай, осы жылда донорлар күніне орай қан тапсырамыз. Осы әр адамның өмірі біз үшін маңызды, еліміз үшін де. Сол үшін осы еліміздегі Қазақстандағы тұрғындардың донор күніне орай қан тапсыруға шақырамын барлықтарыңызды. Сонымен қатар, Қаржы департаментінде қызмет ететін Гүлзинат Жылқаманова да әріптестермен бірге келіп, донор болуға бел буды. Қалалық пробация қызметінің инспектор ретінде ол қан тапсырудың маңыздылығын жақсы түсінеді. Бұл оның екінші рет келіп, өз еркімен қан тапсыруы. 2 жылдан астам уақыттан бері донор болып келеміз осы орталыққа. Сізден бір азаматқа кішкене үміт сыйлау мақсатында деп ойлаймын. Осы Қызылорда қаласының тұрғындарын және азаматтарын донор болуға шақырамыз. Және осындай кішкене сый-сияпаттары бар екен, бізде көңілімізді аулап. Енді осыдан шығып, Алла амандығын берсе, өз жұмысымызға қосылып, қайтып жұмысқа барамыз. Мен бүгін донор ретінде қан тапсырып жатырмын. Бұл әр адамның қолынан келетін игі іс-шара. Бұл іс-шараға Қызылорда облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің жеке құрамы бір кісідей атсалысып қан тапсырып жатыр. Бұл біздің жылдағы дәстүрімізге айналды десек те болады. Бұл іс-шара жылдағы дәстүрімізге айналып, әрі қарай да өзінің жалғасын табатын болады. Адамдарға көмектескендей, өзінің игі іс-шара, сауапты іс атқарғандай сезімде болатындығы көзім жетті. Осы жылдар аралығында мен бірнеше рет қан тапсырып, солған көзім жеткенін куәмін. Қан тапсыру мәдениеті жылдан жылға қалыптасып келеді. Қан орталығында 400-ге жуық тұрақты донор тіркелген. Шара барысында тұрақты донорларға Қызылай қоғамның атынан алғыс хаттар мен сыйлықтар табысталды. Солардың бірі нөмірі 2-ші Абай атындағы 3 тілде оқытатын дарынды балаларға арналған мектеп мұғалімі Галина Усова. Ол 11 жылдың ішінде 61 рет қан тапсырған. Я дала кровь на сегодняшний день 61 раз. Мен алғаш рет қан тапсырғанда қатты толқыдым, бірақ біреудің өміріне араша бола алатынымды ойлағанда қорқыныштың бәрі ұмыт болды. Содан бері бұл істі өзімнің өмірлік әдетіме айналдырдым. Қазірге дейін 60-тан аса рет қан тапсырдым. Қан тапсыру тек науқасқа ғана емес, өзіңе де пайдасын тигізеді. Ағза тазарады, қан айналымы жақсарады, жалпы денсаулыққа оң әсер етеді. Ең қуаныштысы, менің балам да менің жолымды қуып тұрақты донор атанды. Отбасымызбен өзгелерге үміт сыйлап жүргеніміз үшін мақтан тұтамыз. Қан тапсыру адам өмірін аман алып қалуға бағытталған қайырымды іс. Бүгінгі атаулы күні қаламызда өткен шара да осының бір дәлелі. Медицина мамандары да қан тапсыру арқылы бір адамның емес, бірнеше адамның өмірін сақтап қалуға болатынын айтады. Донорлар бүгінгі күннің қаһармандары. Ол жазды өт, Айдосысы Әбержан Батыршаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.